이어서 받침과 발음 규칙 그리고 쉐도잉에 대해서 배워보겠습니다. Достар, біз әрі қарай жалғастырып, 받침 ұғымы және буындардың оқылу ережелері мен шедоуинг әдісі туралы сөз қозғайтын боламыз. Ең алдымен біз буындар қалай жасалады, корей тілінде буындар қандай әріптерден басталады, сол туралы қарастырайық. Корей тілінде буындарды былай жасаймыз. Яғни, буындар міндетті түрде дауыссыздан басталады. Міндетті түрде. Яғни, буындар дауыстыдан басталмайды. Енді қарайық. Дауыссыз және дауыстыдан келетін буындар болуы мүмкін. Мысалға, ка, ки, на, пи, ми. Енді келесі дауыссыз, дауысты және дауыссызға аяқталатын бітеу буындар болуы мүмкін. Кан, пин, мин. Буын дауыстыдан басталмайды. Басталатын болса да алдына иың әріпін қоямыз. Бірақ иың әріпі сөздің басында келгенде оқылмайды. Алдыңғы сабақта әріптерді өткен кезде иың әріпінің ың дыбысын беретінін айтқан болатынбыз. Яғни, бұл сөздің басында келсе, оны ың деп оқымаймыз. Бұл әріп сөздің басында келсе оқылмайды. Мысалы, мына жерде келіп тұр, одан кейін а дауыстысы келіп тұр. Енді бұны қалай оқимыз? Ангёң, омма, аппа, ондол. Келесі, бізде падчим ұғымы. Падчим деген не? Дауыссыз және дауысты дауыссыздан келетін буындар болады дедік. Осындағы буын аяқталған дауыссыз дыбысты біз падчим деп айтамыз. Кан, пин, мин сөздеріндегі падчим бұл ныйын әріпі, яғни ны болып дыбысталатын дауыссыз дыбыс. Мінекей. Падчимде буын сонда келетін дауыссыз дыбысты айтамыз. Падчим ретінде келген әрбір дауыссыздың өзінің оқылу ережесі бар. Омма сөзіндегі падчим бұл бізде миым әріпі. Анна сөзіндегі падчим ниын әріпі. Чип сөзіндегі падчим үшінші бұл бізде пиып әріпі. Енді оқылу ережелерін қарастырайық. Бірінші ереже. Падчим ретінде ныйың келсе ны, миым келсе мы, иың келсе ың, рейл келсе ыл болып оқылады. Яғни, алдыңғы сабақта әріптерді өткен кезде осы мысалға ниын әріпі ны болып дыбысталатындығын, миым әріпі мы болып дыбысталатындығын, иың әріпі ың болып дыбысталатындығын және рейл әріпі р немесе ыл болып дыбысталады дедік. Яғни, мына рейл әріпі падчим ретінде келсе, тек қана ыл болып дыбысталады. Р болып дыбыстамаймыз. Р ретінде дыбыстамаймыз. Енді мына сөздерді оқып көрейік. Ком сөзіндегі падчим бұл бізде миым әріпі. Яғни, өзі бастапқы дыбысталу ретінде дыбысталып тұр. Ком, омма, коң, нун, тон, хим. Тал, мінекей, рейл падчим ретінде келіп тұр. Мысалға мына сөзді тар деп оқымаймыз. Тал, 딸기, 별, 강아지, 고양이, 산. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі ереже. Екінші ереже. Падчим ретінде пиып және пиып келсе, п болып оқылады. Мінекей, мынау қарапайым дауысты дыбыс деп айттық, мынау демеулік дауыссыз дыбыс деп айттық. Х-ның әсерлесуімен жүретін п, х деген дыбыстарды беретін әріптер. Егер осылар падчим ретінде, яғни буынның соңында келсе, бұл п болып оқылады. Мысалы, пап, 장갑, 쉽다. Келесі үшінші ереже. Падчим ретінде киок, киік және мынадай қосарланған дауыссыз дыбыс келсе, к болып оқылады. Яғни, к-ның үш түрлі формасы. Осылар падчим ретінде келсе, к болып оқылады. Чек, пуок, пак, накши, тип, 정답. Мынау бізде екінші ережеге мысал, мыналар бізде үшінші ережеге мысал.
міне киокқа аяқталып тұр, яғни почему киок. Мынада екінші буынның почему киек. Мынада қосарлы дауыссыз дыбыс. Мынау да сол. Яғни мысалға мынаны пуок деп оқымаймыз. Пуок, жай ғана пуок. Мынау да солай. Пак деп мынаған акцент түсірмейміз. Пак. Накши. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі 4-ші ереже. Почем ретінде тегіт және де хының әсерлесуімен жасалатын тиет, хиет және шиот, қосарланған шиот, және чиет келсе т болып оқылады. Міне, мына әріптер, дауыссыз дыбыстар почем ретінде келсе, ол жай ғана т болып оқылады. Мысалға, тытта, кыт, пит, итта, нат, кот. Тотпоги, патта, котта. Енді мынаны тыңдап бірге қайталап көрейік. 다음을 듣고 따라 읽으세요. 책, 책, 빛, 빛, 밥, 밥, 장갑, 장갑, 쉽다, 쉽다, 부엌, 부엌, 있다, 있다, 앞, 앞, 씻다, 씻다, 낚시, 낚시, 박, 박, 낫, 낫, 벽, 벽, 집, 집, 학생, 학생, 듣다, 듣다, 꽃, 꽃, 걷다, 걷다, 옆, 옆, 약, 약, 끝, 끝, 수박, 수박, 빛, 빛, 젓가락, 젓가락, 숲, 숲. Тамаша. Енді келесісін қарайық. Енді ережеге бағынбайтын заңдылықтар туралы айтайық. Яғни, жаңа почем ретінде келетін дауыссыз дыбыстардың оқылуын қарастырған болатынбыз. Бірақ ол почем ретінде келіп тұрса да, келесі буында басқа бір әріп тұрса, соны әсерлесумен басқаша болып оқылып кетуі мүмкін. Бұл ережелер сіздерге алғашында қиын болып көрінуі мүмкін. Яғни, жаттауға мүмкін емес те болып көрінуі мүмкін. Бірақ мен арнайы формулаға салып дайындадым. Яғни, міндетті түрде мұқият жазып алыңыздар. Кейін осы мәтіндерді, сөздерді оқу барысында сол ережеге қарап, солай айтылуымен жаттаған жөн. Ендеше бастайық. Бірінші бізде счетқа қатысты ережелер. Мінекей, жаңа біз бұл әріп почем ретінде келсе т болып оқылады деген едік. Мысалға, от сөзінде т болып оқылады дедік. Бірақ мына жағдайда қарайық. От деген буын тұр. Енді келесі и деген дауысты дыбыс келіп тұр, Енді қарайық.
Бұл біз жалпы корей тілінде сөздерді мысалға от и деп бөліп оқымаймыз ғой. Бірге буындарды қосып оқу керек. Сол себептен счет әріпімен дауысты и қосылып кетеді де ши болып оқылады. Сонда оши. Енді мына жағдайды қарайық. Счет әріпі және мына жерде келесі буындағы бұл бізде дауысты дыбысы. Счет пен ның қосындысы с. Сонда осыл. Яғни дауысты дыбыстан кейін, счеттан кейін дауысты дыбыстан басталатын буын келсе, онда ол өзгеріп оқылады. Енді соны формулаға салып қарайық. Міне счет пен и келсе, ши болып оқылады. Ши. Мысалы, шиган, шиде. Мынаны біз мысалға әріптерді өткен кезде с дыбысын береді дедік, счет әріпі. Бірақ мына жағдайды қарайық. Счет пен идің қосындысы шиді береді. Мысалға мына сөзді сиган деп оқымаймыз. Шиган деп оқимыз. Шиде. Сиде деп біз шиде. Келесі счет пен әріпінің қосындысы сыны береді. Мысалы, смартфон. Счет пен я әріпінің қосындысы шаны береді. Мысалы, шашлик. Келесі счет пен юдың қосындысы шуды береді. Мысалы, 슈퍼주니어. Келесі екінші ереже. Мынаны қарайық міне. Счет пен нейіннің және миымның қосындысы ны береді. Яғни бұл не деген сөз? Бір буын счетқа аяқталады, счет подчим ретінде келеді, міне. Және келесі буын нейін немесе миымнан басталатын буын болса, онда ол ны болып оқылады. Яғни счет пен нейін мен миымның қосындысы ны болып оқылады. Мысалға, мына сөзді біз кот-муль деп оқымаймыз. Конмуль деп оқимыз. Бұл айтуға да жеңіл, конмуль. Енді үшінші ереже. Счет пен келесі буын мынадай и болатын болса, міне қараңызшы, мынадай и емес, міне бөлек мынадай иіңмен басталған и келетін болса, бөлек буын ретінде, онда ол былай оқылады. Мына счет әріпі ны болып оқылады, ал мына иің әріпі ныға айналып кетеді. Мысалға, мына сөзді қарайық. Кет ип деп оқымаймыз. Мына счет транскрипцияны үшін қарасақ, ңға айналып кетеді. Сонда кен және и буыны алдындағы иың әріпі ныға айналады. Сонда кеннип деп оқылады. Достар, бұл қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ мұқият жазып алыңыздар. Бұл болашақта міндетті түрде керек болады. Келесі екінші ереже бізде чиытқа қатысты ережелер. Мына сөзде міне код деп оқимыз дедік, чиыт әріпі подчим ретінде келсе т болып оқылады деген едік. Бірақ мына жағдайда міне бұл да тап счет сияқты. Ч және одан кейін мынадай и буын ретінде келсе, онда котчи. Міне осы подчимде келгендер келесі дауыстағы қосылса, онда өзінің бастапқы дыбысын білдіреді. Котчил. Коттыл деп оқымаймыз. Коттыл. Міне тап мынау сияқты. Оши, осыл деген сияқты. Мынауда коттыл. Келесі үшінші ереже бұл рейлға қатысты ережелер. Рейл және дауысты дыбыс келетін болса, р болып оқылады. Мысалы, міне рейл подчим ретінде келіп тұр, одан кейін и буыны келіп тұр, Бұны біз наль и деп оқымаймыз. Яғни буындарды бірге қосып оқимыз деп айттық қой. Сонда рейл мен и буыны қосылады. Ал дауыстың алдында келсе, бұл р болып оқылады. Сонда нари, нара, мари.
Келесі, рейл алдына иың келсе, ны болып оқылады. Мысалы, міне, пачим иың болып тұр, е? Және рейл екінші буынның бастапқы әріп ретінде келіп тұр. Яғни, рейлдің алдына иың келсе, яғни ын дыбысын білдіретін дауыссыз дыбыс келсе, онда ны болып оқылады. Яғни, екеуден ны болып дыбысталып кетеді. Сонда канның, коньяк, коньяк. Келесі, рейл алдына миым келсе, тоже ны болып оқылады. Мысалға, чимняк, чимняк, чимняк. Яғни, рейл ны болып оқылып кетеді. Чимняк, чамнам, чамнам, чамнам. Чамрам деп оқымаймыз, чамнам. Чамрам деп айтуды ыңғайсыз сияқты, е? Чамрам емес, чамнам, чамнам. Келесі, рейл алдына не одан кейін неен келсе, лы болып оқылады. Яғни, мінекей қарайық. Ны рейлдің алдында келіп тұр, е? Демек, бұл ны лыға айналып кетеді. Сонда шилла, шилла деп оқылады. Шинра деп айтпаймыз, шилла, шилла. Келесі керісінше, міне, рейл пачим ретінде келіп тұр, бірақ буын ниыннан, яғни ны дыбысын беретін дауыстан басталса да, солай бұл ниын әріпі әлға айналып кетеді. Сонда соллал, соллал. Келесі, пиып пен рейлдің қосындысы ныны білдіреді. Яғни, пиып п дыбысын білдіретін дауыссыз дыбыс мыға айналып кетеді. Л дыбысын білдіретін дауыссыз дыбыс ныға айналып кетеді. Мысалы, хапрёк деп оқымаймыз, е? Хамнёк, хамнёк, хамнёк. Пиып мыға айналып кетті, рейл ныға айналып кетті. Сонда хамнёк, хамнёк. Төртінші ереже. Егер мына әріптер пачим ретінде келсе, және одан кейін ны мен мыны білдіретін дауыссыз дыбыстар келсе, онда ол ың болып оқылады. Мысалы, міне, киокқа аяқталып тұр, пачим ретінде келіп тұр, одан кейін екінші буын ныдан басталған. Бұны хакнён деп оқымаймыз, хаңнён, хаңнён деп оқимыз. Хангукмал деп оқымаймыз, хангуңмал, хангуңмал. Яғни, міне, ниын пачим ретінде келіп тұр. Екінші буында пачим к. Одан кейін миым келіп тұр. К мен мының қосындысы ыңды білдіреді дедік. Сонда хангуңмал. Мынау солай. Моңнын, чаңнён, иңнын. Чакнён, мокнын деп оқымаймыз. Моңнын, чаңнён. Келесі, мына әріптер пачим ретінде келсе, және одан кейін ниын мен миым келсе, ны мен мы келсе, ны болып оқылады. Мысалға, мынада қарайық. Қосарлы дауыссыз дыбыс келіп тұр, оны итнын деп оқымаймыз. Иснын деп те оқымаймыз. Бұны иннын деп оқимыз. Каннын, саннын де. Келесі, мына әріптер пачим ретінде келіп, кейін екінші буын ны мен мыға басталса, онда мы болып оқылады. Пылар мы болып оқылады. Қарайық. Аммадан деп оқылады. Апмадан емес, аммадан. Опнын емес, омнын деп оқылады. Памнын, памнын. Келесі 5-ші ереже. Тигіп пен идің қосынсы чыны береді, чы. Ал тиіп пен идің қосынсы чыны береді. Ағылшын тіліндегі джейдің әсері бар деп өткен сабақта айтқан болатынбыз, е? Енді қарайық. Міне, т мен идің қосынысын қарап көрейік. Пачим ретінде тигіп келіп тұр, т. Одан кейін и деген буын келіп тұр. Т мен идің қосынысын нені береді дедік? Чыны береді дедік. Сонда ол куджи деп оқылады. Куди деп оқылмайды. Куджи, куджи. Маджи, мади деп оқымаймыз. Маджи, маджи. Тыңпаджи, тыңпаджи, тыңпаджи. Келесі, тиіп пен и келсе, бұны чы болып оқылады, е?
міне 받침 ретінде th келіп тұр, одан кейін екінші буын i болып тұр. Яғни мына формула ч болып оқимыз. Патчи, матчида. Мінекей мына жерде қараңыздар. Екінші буын х ғой деген ой келу мүмкін, е? Яғни мына жерде х ол өткен сабақта айтқанымыздай хет ол көбінесе білінер білінбесте оқылады дедік. Мына жерде сол оқылмайды, е? Сондықтан мына жерде екінші буын и деп есептейміз. Сонда матчида, матчида, татчида, татчида. Міне тегіт пен хеттің қосындысы да т-ны береді. Тегіт пен х-ның қосындысы т-ны береді. Енді shadowing әдісі дегеніміз не? Корейше қалай? Жалпы корейше емес, тек қана кез келген тілде, ағылшын болсын, қытай болсын, қалай акцентсіз сөйлеу керек? Оның бір танымал әдістерінің бірі бұл shadowing әдісі. Shadowing деген қандай әдіс? Қарапайым тілмен айтқанда ол сөйлеушінің артынан бірге қайталап отыру әдісі. Бұл акцентті кетіруге арналған нағыз сол тілдің өкілдері сияқты сөйлеуге дағдылану әдісі. Мысалы, бір киноның не дораманың үзіндісін аласыз, немесе оны айтқан тыңдайсыз, кейін тоқтатып қайталайсыз. Яғни бір дораманың қысқаша үзіндісін алдық, стартты басып қосасыз, кейін бір сөйлемді айтып болады ғой, содан кейін тоқтатып, сіз де дереу сол бір сөйлемді сол сөйлеушінің интонациясымен және де сондай ырғағына салып, сіз де солай айтып көресіз. Кейін бірнеше рет солай қайталағаннан кейін өзіңіз сонымен бірге қосылып айтасыз. Осыны shadowing әдісі деп айтады. Және де мысалға бір үзіндіні субтитрмен көріп, кейін сол субтитрді оқу арқылы қайталайсыз, одан кейін субтитрсіз тыңдап жаттығасыз, кейін субтитрсіз сол сөйлеушімен бірге қайталайсыз. Бұл сіздердің акценттеріңіздің жоғалуына көмектесетін өте керемет әдістердің бірі. Өзім де осы әдісті жиі қолданатынмын. Енді, 여러분, сіздерге тапсырма. Мына дене мүшелері берілген. Осы сөздерді барлығын оқып, аудармасын жазып алуларыңызды сұраймын. Бұл өте керекті сөздер. 그럼 오늘도 이상으로 이 수업을 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 숙제를 꼭 해주시기 바랍니다. 안녕.